Балдары Нәзиханның сигіріне күліп мазақтап тұрады. Осы кезде Нәзихан өзінің пісегін құтқаруға келеді. Және де ол Мықтыбекпен сөйлесіп тұрады. Не болды? Пісегіңді қайтаруға келдің ба? Мен оны саған ешқашан бермеймін. Мен сенің әкеңді де өлтірдім. Енді сені де өлтіремін. Сен мені әкемді өлтірдің бе? Онда мен сені өлтіремін және де пістегінді қайтарып алам. Ол екеуі сөйлесіп болғаннан соң Мықтыбек өзінің құлын Нәзиханмен төбелесуге жібереді. Осы кезде Нәзихан жерге жатып қалады. Және де ол өте қатты шаршайды. Сен мені өлтіргің келді ме? Жоқ, ешқашан да өлтіре алмайсың. Мен саған әкеңді қалай өлтіргенім туралы айтып берейін. Сен мені өлтіргің келді ме? Жоқ, өлтіре алмайсың. Сенің артында тұрған екі адам да сенің оң қолың деп жүргендерің де ол менің құлдарым. Осы сөздерді естіген Нәзихан оның қолын бір удармен ұрып ұйықтатып тастайды. Және де оны Мықтыбек өлтірейін деген кезінде Мықтыбектің оң қолы оның алдына тұрып қалады. Берген Нәзихан, менімен төбелес. Онда кел, төбелесек. Қош бол, Мықтыбек.